Оралхан Бөкейдің ардақ әңгімесін не себепті оқу керексіз? Мен сізге 5 себебін айтып берейін. Біріншіден, сюжет үшін. Қазақ әдебиетінде әйел проблемасы, әйел теңсіздігі, оның қоғамдағы рөліне қатысты мәселелерді көтерілген туындылар өте көп, бірақ дәл осы әңгімеде проблемаларды сюжеттің ерекшелігі есебінен басқаша призмада қарастырады. Екіншіден, бала үшін коммуникацияның ерте жастан басталуының не себепті маңызды екенін көрсетеді. Әңгіме ішінде ересектер арасында конфликт, мал бөлісу мәселелерінің барлығы баланың тағдырына тікелей әсер ететінін ешкім аңғармайды, ал ардақ дәл сондай тағдырдың құрбаны. Үшіншіден, бұл әңгіме қызының бір түрлілігі үшін ұялатын әке туралы. Себебі ардақ сақау болып өседі және әкесінің жалғыз алаңдататын бір ғана сұрақ болады: қызымды енді күйеуге кім алады деген. Алайда қызының бір түрлілігі үшін әкесінің тікелей кінәсі барын өзі мойындамайды. Төртіншіден, ардақтың аңғалдығын пайдаланып, оның әкесін мазақ ету үшін туысқандары ардақты зорлауға адам жібереді. Және әдеттегідей зорлық болған жерде міндетті түрде үнсіздік болады. Бесіншіден, әкесі үшін қызының тағдырынан гөрі дүниеге әкелген сәбидің, яғни немересінің жынысы маңыздырақ болады. Сондықтан бұл әңгімені ойлану, түсіну, сезіну үшін әсіресе ата-аналар мен қыздарға оқуға кеңес беремін. Әдебиет жанның айнасы дейді, сондықтан айнаға жиі қарап тұрыңыз.